Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында картошкадан фри жасаймыз. Ең алдымен картошкамызды тазалап, жуып аламыз. Одан кейін соломка қылып тураймыз. Соломка қылып турағаннан кейін мұздай суға тұз салып, біраз мұздай суда ұстаймыз, крахмалы жуылу үшін. Суда тұрғаннан кейін картошкаларымызды мата дастарханның үстіне жайып кептіріп аламыз. Картофеліміздің суы кепкеннен кейін табамызды қыздырып, майымызды құйып, шетінен кішкене бөліктен қуырып аламыз картофелімізді піскенше. Картошкамызды орташа отта қуыруымыз керек. Қатты отқа қойсаңыздар сырты күйіп кетеді, іші піспей қалады. Сол үшін орташа отта, жай отта қуыруымыз керек. Сонда ішінің бәрі тегіс пісетін болады. Мінекей біздің картофель фриіміз дайын болды. Егер сіздерге мен видео рецепттерім ұнап жатса, лайк басып каналыма тіркеліп алыңыздар.